Айында құрметті ойша қауым, құрметті қонақтар, действительности тойды деген кәдімгідей күшті көтеріп жатсың, бауырым. Мен саған риза болып отырмын, бар ғой, действительности мен саған өзім деген саған сыйлық бергім келіп отыр. Ол сенің еңбегің, бүткіл қаншама халық әлі отыр. Сағат 12-ден кетті, бір болды, халықтың бәрі әлі отыр. Ол сенің еңбегің. Өке, мен саған өзім лично деген бар, неңін болады. Бүгін мінеке үлкен бір Таңатаровтардың әулетінде осындай бір үлкен дүбірлі тойда осындай жаңа басында 300 адам жиналды дейді ғой. Сол 300 адамның 300 бастың әлі тойдың соңына дейін отырып отырған жалпы асабаның құрметі деп ойлаймын. Асабаның бірде бір ұстауына, асабаны тойды бір жинауы деп ойлаймын. Асаба тойды басқара алмаса, той бір жан-жаққа шашырап кетеді. Сондықтан бір түйінді жинап отырған асаба. Сізге мен бір өзімнің бір шексіз алғысым бар. Мен қайда салып жүрейін? Айболат, рахмет саған айналайын. Тек осындай тойларды басқар. Деніңе саулық тілеймін, отбасыңа амандық тілеймін. Бақытты бол, денің сау болсын, ұзақ ғұмыр тілеймін. Осындай тойды басқарып тек молшылықта Алла тағала тек ешқандай таршылық көрмей, жолың ашық болып, осы тойды тойға жалғастырып жүре бер. Рахмет, ризамыз саған балам. Артық ой жоқ, бірақ жоғары деңгейде өткізіп жатсың, шыны керек көңілден шықтың. Манағы әзіліңде бәрі орнымен, көп жерде көру жүр, тойларды болу жүр. Тамаша сценариймен өткізіп жатқан той. Алла разы болсын сіңе. Бәріміз ризамыз, көптен көрген осы ағайындар бар, апайымыз қосылып тілек айтып жатыр.